пайдалануға тыйым салынды. Сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. ақш конгресінің өкілдері палатасы заң шығарушы орган мүшелері және қызметкерлердің жұмыс құрылғыларын қытайлық TikTok әлеуметтік желісін пайдалануға тыйым салды. Америка дауысы басылымының хабарлауынша, тиісті ақпараттық өкілдер палатасының әлеумшілік істер жөніндегі комитеті жіберілген. Киберқауіпсіздік TikTok мобилінің қосымшасы бірқатар қауіпсіздік қатерлеріне байланысты пайдаланушылар үшін қауіп төндіреді деген қорытындыға келді делінген хабарламада. Хаттамаға сәйкес TikTok қолдану басымдағы құрылғылардың орнатқан пайдаланушылар оны өшіріп тастауы керек. Бұған дейін ақш Сенаты мемлекеттік қызметкерлердің федералдық үкіметтік электронды құрылғыларда TikTok'ты қолданбаған пайдалану тыйым салды заң жобасын бірауыздан мақұлдаған болатын. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар.